Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз 5-ші сыныпқа арналған «Мен бақытты көрсем деуші едім» тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінімізде 5 абзац және мәтін 92 сөзден тұрады. Алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын. Біз мәтінмен таныс боламыз. Содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Мен бақытты көрсем деуші едім. Біздің қақпаның алдындағы үлкен жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар дейтін еді. Мен бақытты көргім келді. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Талай бақытпен бетпе-бет кездестім. Қазір өзім бақыттың құшағындамын. Мен көруге құштар болған бақыт қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп шаршатпай алға қарай алып бара жатқан сияқты. Бақыт өмірмен қатар келмейді екен. Өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Бақыт қолыңды алмайды екен, жүрегіңді алады екен. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп кіріседі екенсің. Мен бақытты көрдім. Мінекей достар, біз мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісейік. Егер дайын болсаңыздар, онда бастаймыз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Мен бақытты көрсем деуші едім. Жазамыз. Мен бақытты көрсем деуші едім. Мен бақытты көрсем деуші едім. Бірінші сөйлем. Бірінші абзац, бірінші сөйлем. Біздің қақпаның алдындағы үлкен жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Жазамыз. Біздің қақпаның алдындағы үлкен жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Сөйлемді тексереміз. Біздің қақпаның алдындағы үлкен жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Келесі сөйлем. Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар дейтін еді. Жазамыз. Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар дейтін еді. Сөйлемді тексереміз.
Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар дейтін еді. Келесі сөйлем. Мен бақытты көргім келді. Азат жолдан бастап жазамыз. Мен бақытты көргім келді. Сөйлемді тексереміз. Мен бақытты көргім келді. Келесі сөйлемді жаңа абзацтан бастап жазамыз. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Жазамыз. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Сөйлемді тексереміз. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Келесі сөйлем. Талай бақытпен бетпе-бет кездестім. Қазір өзім бақыттың құшағындамын. Жазамыз. Талай бақытпен бетпе-бет кездестім. Қазір өзім бақыттың құшағындамын. Сөйлемді тексереміз. Талай бақытпен бетпе-бет кездестім. Қазір өзім бақыттың құшағындамын. Келесі сөйлем. Келесі сөйлемді жаңа абзацтан бастап жазамыз. Мен көруге құштар болған, бақыт қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп, шаршатпай алға қарай алып бара жатқан сияқты. Жазамыз. Мен көруге құштар болған, бақыт қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп, шаршатпай алға қарай алып бара жатқан сияқты. Сөйлемді тексереміз. Мен көруге құштар болған бақыт қазір мені де,
менің жолдастарымды да көтеріп шаршатпай алға қарай алып бара жатқан сияқты. Келесі сөйлем, келесі абзац. Бақыт өмірмен қатар келмейді екен. Өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Жазамыз: бақыт өмірмен қатар келмейді екен. Өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Сөйлемді тексереміз. Бақыт өмірмен қатар келмейді екен. Өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Келесі сөйлем. Бақыт қолыңды алмайды екен. Жүрегіңді алады екен. Жазамыз: бақыт қолыңды алмайды екен. Жүрегіңді алады екен. Сөйлемді тексереміз. Бақыт қолыңды алмайды екен. Жүрегіңді алады екен. Келесі сөйлем. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп кіріседі екенсің. Жазамыз: жүрегің бақытқа шомылып сен өмірге өзімсініп кіріседі екенсің. Сөйлемді тексереміз. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп кіріседі екенсің. Келесі сөйлем. Мен бақытты көрдім. Жазамыз: мен бақытты көрдім. Сөйлемді тексереміз. Мен бақытты көрдім. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Мен бақытты көрсем деуші едім. Біздің қақпаның алдындағы үлкен жолмен күнде бір қайыршы шал өтетін еді. Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып, азаматтар, бақытты болыңдар дейтін еді. Мен бақытты көргім келді. Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім.
талай бақытпен бетпе-бет кездестім. Қазір өзім бақыттың құшағындамын. Мен көруге құштар болған бақыт қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп шаршатпай алға қарай алып бара жатқан сияқты. Бақыт өмірмен қатар келмейді екен, өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Бақыт қолыңды алмайды екен, жүрегіңді алады екен. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп кіріседі екенсің. Мен бақытты көрдім.